лот есептеу қалай жүзеге асады? Давайте бүгін біз осы тақырып бойынша қарастырайық. Ең алдымен біз ол үшін былай жасайық. Кез келген жағдайда біз қай жерден позицияны ашамыз, қай жерден жабамыз, take profitіміз қайда, стоп лоссымыз қайда, вот осы сұрақтар ең маңызды рөл атқарады. Егер сіздің тейкіңіз, стопыңыз барлығы белгілі болатын болса, онда ары қарай задача бізде лот есептеу болады. Лотты қалай есептейміз? Ең бірінші орында біз былай жасаймыз. Мысалға мен қазір 2416-ға баға қайтадан келген кезде лонгқа кіремін. Ол үшін мына жерден чтобы лимит ордерді аламыз. Егер де сіз оң жақтағы жоғарғы бұрыштағы дөңгелек бар ғой, жасыл және қызыл дөңгелек. Соны бассаңыз, осындай лимит шығады. Лимитный ордер шығады. Осы лимитный ордерді мен мына 2416-ның тұсына қоямын. 10 лотты алып тұрмын қазір. Енді мына төменде buy limit деп жазылып тұр. Төменде, вот, торговляның үстінде. Соның қасында SL, TP дегендер тұр. Соның үстіндегі стоп-лосс дегенді басамын. SL дегенді. Сосын оны стоп-лосс линияма өзінің белгіленген линияға жылжытамын. Сол кезде мен көремін, қанша ақша жоғалтатынымды. Риск менеджменттің ең основасы біз білуіміз керек, қанша ақша жоғалтқалы жатырмыз деген сұраққа жауапты. Ал take profitті ары қарай уже қарастыра береміз. Біздің депозитіміз, біздің ашқан лотымыз, ол шыдауы керек осы стоп-лоссқа дейін. Сондықтан да біз осыған туралап лотты есептейміз. Ары қарай take profitіміз мысалға осы зонада болатын болса 2430-да. Онда қараңыз, міне. Біз $87 жоғалтқалы жатырмыз. Егер осы сделкаға кіретін болсақ, бірақ егер де біз плюс жасайтын болсақ, онда $146 плюс жасаймыз. Бұл позицияға бізге кірген ыңғайлы ма? Ыңғайлы болса кіреміз, болмаса кірмейміз. Міндетті түрде, егер де сіздің депозитіңіз қанша, соған байланысты сіздің депозитіңіз мына жерде шыдауы керек. Осы стопқа дейінгі аралыққа. Ал егер оған шыдамаса, онда позицияға мүлдем кірудің керегі жоқ. Немесе мысалы былай қарастырайық. Сіз, допустим, минус $87 емес, тек қана сіз рисковать еткіңіз келеді бұл сделкаға. $7 ғана. $8, $9 ғана. Ендеше сіз мына жерден buy лимитті өзгертесіз. Егер бірдеп өзгертетін болсаңыз, міне, бір лотпен кірген кезіңізде $87 минус жасайсыз, ал плюс жасайтын болсаңыз $14 плюс жасайсыз. Дәл солай, мысалы, сіздің депозитіңіз қанша сумаға арналған, соған қарай өзгерте бересіз. Немесе, мысалға, сіз $770 рисковать еткіңіз келетін болса, лотты 100-ге арттырсаңыз болады. Мысалға, кішкене әрқайсында әртүрлі болады. 0.1, мысалға, бұл жерде дым болмай қалады. Егер де сіз 0.1 лотпен кіретін болсаңыз, 0.1 лотпен ашқан кезіңізде $0.87 сіз минус жасайсыз, мына үлкен аралықтан, вот, мына жерде $8 аралықтан ғой. 80 пипс аралықта сіз $0.87 минус кетесіз, ал плюс жасайтын болсаңыз 1.46. Қаншалықты рисковать еткіңіз келеді, қандай рискке дайынсыз, сол бойынша лоттарды мына жерден үлкейтіп не кішейте беретін боласыз. И міндетті түрде ол валютный параларда қайсының арақашықтығы қанша ол маңызды емес, ол жерде әрқайсында кішкене әртүрлі есептеулер жүйесі қарастырылады. Сондықтан да точно ответті алу үшін кез келгеніне кіріп, мысалға голдты қарастырақ. Голдта 10 лот деген уже үлкен. Бір лоттың өзі үлкен. Мысалға бір лотты алып қарайтын болсақ, buy лимит бір лот, стоп лоссымыз мысалға мына жерге қояйық, стоп лоссты міне. Мына жерге қоямыз. Ой, не болып кетті мына. Мына жерге мынаны былай қояйық, мынаны мысалға мына жерге қояйық. Вот, sell лимит емес, бізге buy лимит керек. Buy лимит, мына стоп лосс мысалға мына жерде деп қоямыз. Енді егер де осы қарастыратын болсақ, бір лоттың өзі үлкен мына жерде. Прям үлкен. Ана жақта мысалға эфирде 100 лотпен беретін минусты, мысалға мына аралықта бір лотпен ғана беріп тұр. Вот көрдіңіздер ме, разницасы бар. Сондықтан да лот есептеу кезінде лучше графикті ашыңыз, MetaTrader 5-ті ашыңыз да көресіңіз қанша минус плюс ойнап жатыр. Сосын соған туралап уже лотты үлкейтесіз немесе азайтасыз. Әрқайсысын әртүрлі кете береді. Сол үшін плюс минусын көру үшін бізге самый главный керек, стоп-лоссқа шыдау керек қой, сіздің депозитіңіз. Стоп-лоссқа шыдау үшін лот есептеу кезінде осылай есептелінеді. Немесе мысалға кімді көрейік? Кім бар басқа? Котировкадан көрейік. GBP, CAD, GBP, USD дегендер бар. GBP, AUD бар мысалға. GBP, AUD бар. Осы GBP, AUD-ға мен галочка қоямын. Чартқа кіремін. И GBP, AUD-та басып кіремін қазір. Міне. Ашылсын қазір. Кішкене загрузка болып тұр екен. Рынок закрыт. Бұл жақта рынок закрыт, но кішкене график ашу керек қой. Ладно, биткоинді көрейік. Мысалы биткоин. Биткоинға вообще бағасы 107 мың бірдеңе.
егер де біз бір лотпен шортқа қазір ашатын болсақ, стоп лоссымызды мына жерге қоямыз, міне 107 мыңға. Take profitіміз мысалы мына жерге қояйық. Бұл жағдайда міне бір лоттың өзі мына аралықта минус 16 доллар ғана сіз минусқа кетесіз. Жоқ, біз мысалы 160 доллар рисковать еткіміз келеді. Значит, біз лотты 10-ға үлкейтеміз. Немесе мысалы 1600 доллар рисковать еткіміз келе ма, значит 100-ге көбейтеміз лотты. Солай біз рискті азайтып немесе көбейтіп отыра аламыз. Вот лот есептеу деген осылай жүзеге асады. Мен сіздерге ең оңай вариантындағысын көрсеттім. Ары қарай өздеріңіз осылай дәл осылай есептеп, өзіңіздің бюджетіңізге байланысты стоп линияға есептеп, позицияны ашып жауап берсеңіздер болады. Всем удачи!